Күннің күрт жылып, көктемгі су тасқынның орын алуына байланысты жіті ішек инфекциясы дерті таралуы мүмкін. Аталмыш ауру лас су, кір қол мен ауру қоздырғыш тағамдардан жұғады. Это те заболевания, которые могут передаваться человеку. Аталмыш ауру адамға лас судан, кір қолдан пайда болады. Қазір су тасқыннан соң судың құрамы таза емес. Тұрғындарға айтарымыз, су ішер алдында оны қайнатқан жөн. Және әр қолданған тұрмыстық затты бірнеше рет жуған жөн. Өткір ішек ауруынан көптеген қауіпті аурулар туындайды. Сальмонеллез вирустың гепатиттің А түрі тағы басқа дерттер адам өміріне үлкен қауіп төндіреді. Биыл су тасқыннан қаламыздың ескі қаласы мен оң жағалауы Нижний, Южный және Огородный мен Мусалимов көшелерін су басып қалды. Мамандар бұл көше мен аудандардың тұрғындарына барынша абай болып, дәрігерге тексеріліп тұрғандарын айтады. Поэтому хотелось бы коротко напомнить. Шаһардың әр тұрғынына айтарымыз, су ішкенде барынша абай болғандарыңыз абзал. Аурудың ең басты алдын алу жолы жеке бас тазалығы. Кездейсоқ сауда орындарынан тағам өнімдерін, сусындарын алмау керек. Қайнамаған суды пайдаланбау керек. Қолды жиі жуып тұрған жөн. Су алған жерлердегі бұлақтардан су ішпеген жөн. Өткір ішек ауруларының аса қауіптісі дерттің тамақ арқылы жұғуы. Мамандар ата-аналарға балаларына баса назар аударғандары жөн дейді. Себебі қазір күн жылынған соң балалардың көбісі далада жүріп ойнағанды жөн көреді. Хотелось бы обратиться к жителям. Су тасқыннан зардап шеккен ескі қала мен оң жағалау тұрғындарына айтарымыз, ауыз су сапасына мән беріңіздер. Ересектерге қарағанда балалардың ағзасы әлсіз келеді. Сол себептен тұрмыстық техникаларды залалсыздандырып тұрған абзал. Өткір жұқпалы ішек аурулары жұқпалы дерт асқазан ішек ағзаларын зақымдайды. Оған жол бермеу әр адамның өз қолында. Сол себептен жеке бас гигиенаны сақтаған жөн.